Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өттің қызметі, өттің толуы, оның ағзаға тигізетін салдары, оның себептері және өт толуымен күресу жолдары айтып өтетін боламын. Бұл бейненің соңында мен сізге үйдегі өт ағуын жақсартатын қарапайым алгоритмді айтатын боламын. Менің ойымша бұл бейне пайдалы болады, өйткені ерте ме кеш пе, жас па кәрі ма, әр адамның өт қабында проблемалар пайда болады. Өт негізден бауырда өндірілетін, өт қабында жинақталатын холестериннен, өт тұздарынан, билирубиндардан және тағы да басқа заттардан тұратын ас қорыту секрециясы болып табылады. Ол ағзаға түскен майларды ыдыратып, эмульсиялап, оны ағзаға сіңуіне көмектеседі. Бұл оны қоректік заттарды сіңуінің маңызды құрамдас бөлігі етеді. Дегенмен өттің нашар ағымы дұрыс тамақтанбауға, организмде токсиндердің жиналуына әкелуі мүмкін. Өт алмасуы бұзылған кезде қанда билирубин концентрациясы артады. Яғни билирубин концентрациясы белгілі бір деңгейге жеткенде, яғни жоғарылағанда теріде және склерада сарғаюлар пайда болады. Несеппен артық билирубин бөлінеді және зәр шайдың түсіне айналуы мүмкін. Ал өт ағзада ұсталатын болса, нәжіс өт түсін жоғалтады. Яғни нәжіс ақшыл түсті ақ болады, ақ нәжісті құрайды. Безеу немесе экзема сияқты тері аурулар пайда болуы мүмкін. Оң жақ қабырғасындағы ауырсыну, ыңғайсыздық және де оның ұзақтығы да әртүрлі болады. Көбінесе тамақ қабылдаудан кейін оң жақ қабырғасында ауыр сезімі және де жүрек айну сияқты белгілер болады. Өт алмасуы бұзылуының тағы бір симптомы, біз оны жіберіп қоюымыз да мүмкін, бірақ ол өте жиі кездеседі, терінің қышуы. Яғни өт құрамындағы өт қышқылдары ағзаға шығара алмайтындықтан олардың қандағы концентрациясы жоғарылайды. Бұл теріні тітіркендіріп және қышу тудырады. Сонымен қатар өт жетіспесе ас қорыту функциясы бұзылады. Әсіресе диарея, майлы нәжіс, соның салдарынан салмақ жоғалтулар пайда болады. Өт қабында тастар болатын болса, бұл майда еритін витаминдердің жетіспеушілігін тудыруы мүмкін. Мысалы үшін А, Д, Е, К деген витаминдер. Өттің сақталуы кейде өт жолдарының қабынуымен, сонымен қатар іштің жоғарғы бөлігіне ауырсынуды, дене қызуы және де басқа да ауырсынуға тудыруы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы өттің іркілуі бауыр циррозын және соған байланысты асқынулар тудыруы мүмкін. Кейбір адамдар ауырсынудың нақты орнын анықтай алмай, іштің ауырсынуын үнемі сезінуі мүмкін. Балаларда өт алмасуының бұзылуы болса, бұл олардың өсуіне, салмағына және дамуына әсер етуі мүмкін. Бауыр мен өт қабының жұмысын тексеру үшін қан алыңыз, билирубин тексеріңіз. Егер ол тым жоғары болса, бұл өттің сақталуын көрсетеді. Сілтілік фосфатаза мен гамма-глутамил транспептидазаны тексеріңіз. Егер ол жоғары болатын болса, бұл өт жолдарының бітелуін немесе бауырдың қабынуын көрсетеді. Жалпы зәр анализін тексеріңіз. Бұл әдетте қалыпты болады, бірақ созылмалы холецистит кезінде билирубинге оң реакцияны анықтауымызға болады. Және де өт қабында қандай да проблемалар болса, өттегі тасты, полипті немесе ісіктерді, бауыр циррозы, гепатитті анықтау үшін, майлы гепатозды анықтау үшін біз арнайы КТ немесе УЗИ, егер олар болмаса РХПГ сияқты қосымша зерттеулер арқылы көріп тексеруімізге болады. Егер бауырда өт алмасу функциясының бұзылуы анықталса, тексеру немесе емдеу неғұрлым тезірек жүргізілсе, нәтижеде соғұрлым жақсы болады. Мысалы үшін ол жерде әртүрлі аурулар болады. Гепатит, тастар, ісіктер, өт жолдарындағы атрезиялар, бұлардың көпшілігі емделеді. Бірақ кешуі неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым зақымдану ықтималдығы жоғарылайды. Сондықтан сарғаю бірінші рет пайда болса, немесе эпигастрия аймағында ауырсыну болса, мүмкіндігінше тезірек дәрігерге барып, кеңесін алып және тексерістерін өтуіміз керек. Ол дәрігер сізге препараттар түрінде тағайындайды, немесе үй жағдайында қалай өт ағуын дұрыстау керек, сол жайлы да сізге айтып түсіндіретін болады. Бүгін мен сіздерге дәрілік препараттар туралы айтпаймын, тек қана үй жағдайында қандай тағамдармен және де қандай сусындармен өттің ағуын жақсартып, яғни застой желчиді емдеуімізге болады, сол жайлы айтып өтетін боламын.
Біріншіден, өт негізінен судан тұрады. Егер сізде созылмалы сусыздану болса ағзаңызда, онда өттің синтезі бұзылады. Адекватты ылғалдандыру екі компонентті қажет етеді: судан және электролиттерді. Екеуі де өт синтезі мен ағымы үшін өте үлкен рөл атқарады. Су өттің сұйық күйінде қалуын қамтамасыз етеді. Электролиттер өттің бөлігі болып табылады және өттің ағуына мүмкіндік беретін клапандарды ашып жабу үшін қажет. Көпшілігімізде судың да электролитіне жетіспеушілігі пайда болады, себебі біз суды көп мөлшерде қабылдамаймыз. Жалпы нормада әр килограммға 40 мл су ішу керек. Яғни күніне бір 2-2,5 литрге дейін су ішсеңіз, сізде запор болмайды және де өт іркілісі пайда болмайды. Екінші, бұл қызылша, артишок, бақбақ, рукола, кофе, цитрус жемістері және де басқа да ащы тағамдар өт қабының жиырылуын тудыртатын холецистокинин деген гормон бар. Сол гормонды көбейту арқылы өттің ағуын ынталандырады. Швед тұнбалары деп аталатын арнайы ашылар да осыған ұқсас әрекет етеді. Және өттің ағуы мен майдың қорытылуын жақсарту үшін тамақтанар алдында осы швед тұнбалары немесе жоғарыда айтып өткен жеміс-жидектерді қабылдауымыз керек. Үшіншіден, глицин мен тауринге ерекше назар аударыңыз. Глицин мен таурин өт өндіру үшін маңызды компоненттер болып табылады. Екеуі де қосымша ретінде қабылдануы мүмкін, бірақ олар тағамда кездеседі. Глициннің көздеріне желатин, сүйек сорпасы, балық, коллаген, жануарлар терісі, сіңірлері жатады. Тауриннің көздеріне ет, балық, ұлу, теңіз балдырлары және құс жатады. Төртінші, майлардан қорықпаңыз, бірақ ақылмен таңдап жеуіміз керек. Қалай болса солай жеуімізге болмайды. Майларды диетаға қосу өт ағынын бастау үшін маңызды, бірақ барлық майлар бірдей емес. Біз зәйтүн майы, балық, авокадо майы, бадам, жаңғақ және де басқа тағамдарды, бұлар өттің шығарылуын арттыратын әсерлері бар. Сол себепті көбірек тағамда қолданғанымыз жөн. Бесінші, расторопша. Өт қабында тас пайда болуын қаупін азайтады. Бұл өсімдік өттегі қабынуға жол бермейді және оның секрециясын қалыпқа келтіреді, өттің құрамын жақсартады. Яғни оң жақ қабырға асты колика кездерінде расторопша қолдану ауырсынуды жеңілдетеді. Алтыншы, бұл сусындар сіздегі өт іркілісін алдын алады. Яғни атап айтқанда қызанақ, анар, апельсин, көкжидек, сәбіз, қызылша, қырыққабат сияқты емдік минералды сулар, шөптік тұнбалар мен қайнатпалар, жүгері жібектері, хош иісті аскөк жемістері, итмұрын, расторопша, сұлы және де әртүрлі шөптерден жасалған өт айдағыш тұнбаларда жатады. Достар, бүгінгі тақырыбымның соңына келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған доктор Алмат.